Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Қаламқас, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше түрік десертінің бірі кекістің рецептімен бөлісемін. Ортасы ылғалды, жұмсақ, ауызда еритін, осындай керемет пирог шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттердің мөлшерінің барлығын осы видеоның астына описанияға жазып қоям. Ең алдымен жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қант салып, жақсылап, аппақ көпіршік болғанша миксермен араластырамыз. Сосын үстіне күнбағыс майын құйып, сүт құйып, тағы да араластырамыз. Енді ыдысымыздағы құрғақ заттарымызды, яғни ұн, какао, қопсытқышты араластырып, жұмыртқалы массамызға аз-аздан қосып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, осындай шоколадты қамыр шығады. Массамызды формамызға құямыз. Менде дөңгелек формаға құйдым. 180 градусқа 40 минутқа пешке жібердім. Өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі формаға жасай берсеңіздер болады. Ал енді кремді жасаймыз. Оған осындай ингредиенттер қажет, яғни керек заттың мөлшерін барлығын төмендегі описание бөліміне жазып қоямыз. Сүтімізді құйып, оған қант, крахмал, ұнды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамызды орташа отта қойып, үздіксіз қоюланғанша араластырамыз. Қоюланған кезде бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Сары май ерігенше араластырамыз. Біздің крем дайын. Енді пирогты алып, ағаш таяқшаның көмегімен бірнеше тесіктер жасаймыз. Өйткені қазір біз бұның үстіне сүт құямыз. Сүт жақсы сіңу үшін осылай тесіктер жасадық. Ыстық кезінде пирогқа үстіне сүт құямыз. Пирогты толықтай суытып аламыз. Суыған соң кремімізді жағып, әдемелеп жағып шығамыз. Крем сіңу үшін бірнеше сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Достар, әсемдік ретінде мен какао қолдандым. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады, яғни жеміс-жидектермен, жаңғақпен әсемдеуге болады. Мен пирогты 2 сағаттай ұстадым тоңазытқышта. Енді кесіп көреміз. Пирог өте керемет, нәзік, ортасы ылғалды болып кесілді. Түріктің нағыз десерті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз болса, лайк қойып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.